Ақтөбе облысында тағы бір мұнай компаниясының жұмысшылары ереуілге шықты. Кореялық инвестордың тапсырысын орындайтын АМК мұнай серіктестігінің қызметкерлері жалақысын 150 мың теңгеге жеткізуді талап етіп жатыр. Себебі мұнайшылар айлап үй көрмей, жүріп табатын айлығымыз небәрі 67 мың теңге деп ашынып отыр. Адал еңбегіміздің ең минималды жалақысы 150 мың теңгеге көтеріп беруіңізді сұраймыз. Алатын жалақымыз операторлардікі 67 мың теңге. Ол жалақы біздің жанұямызды асырауға, коммуналдық қызметтерді төлеуге Бұған дейін Көкжейде кенішіндегі мұнайшылар да наразылыққа шыққан болатын. Жалақы көлемі 100%-ға көтеруді талап еткендер 5 күннен бері басшылармен бір келісімге келер емес. Таң атысымен Бешенкөл кенішіндегі мұнайшылар жұмысқа шықпай қойды. Олар жалақыны көтермейінше ереуілді тоқтатпаймыз деп отыр. АМК компаниясының 3 шақты жұмысшысы кеніш басындағы әріптестерін ауыстыру үшін кеше Бешенкөлге баруы керек еді. Бірақ оларды басшылары облыс орталығынан жібермей қойған. Осылайша инвестор наразы топтың санын азайтпақ болған көрінеді. Бірақ түздегі әріптестеріне қолдау білдіруге олар Ақтөбедегі кеңсесінің алдына жиналып, басшыларына талаптарын жеткізбек болды. АМК мұнай ереуіліне қатысты Саламат Аманбаев оларға жазбаша түрде ешкім хат жібермегенін, олардың жұмысты тоқтататынын білмеймін. Мұндай ақпарат жоқ. Бүгін ол жерде қайта тексеруден өту керек еді. Ол болған жоқ. Егер қызметкерлерден өтініш келіп түссе, мәселе сол сияқты шешілетін болады, деді ол. Бас мемлекеттік еңбек инспекторы 67 мың теңге жалақыға қатысты деген сұраққа ол туралы айтылмайтынын, әрбір кәсіпорынның өз саясаты бар екенін және жалақысы оның табыстығына байланысты екенін атап өтті. Айта кетейік, Қазақстан мұнай қоры бойынша 11-ші орында алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.